бүгінгі сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Мен сіздерге қазір мынандай тапсырма бергім келіп тұр. Қоғам, әлеумет, ақсүйек, халық деген сөздерге сөйлемдер құраңыздар. Сіздерге осы сөздер қандай жаңағы ассоциация береді? Осы сөздерге байланысты сөйлемдер айтып, мысалдар келтіріңіздер. Қоғам. Қоғам деген халық, орта, мемлекет мәдениет. Жақсы, келесі. Тағы қандай түсінікті? Ақсүйек деп айтсам. Ақсүйектерге мысалы тарих бойынша Шыңғыс хан ұрпақтарын жатқызуға болады, және бай адамдарды Шыңғыс хан ұрпақтарын құраған. Сізге қоғам деген сөз, әлеумет, ақсүйекке байланысты дейсіз. Жақсы. Тарих жағынан оны түсіндіретін болсам, ол деген Шыңғыс хан ұрпақтары жатады, бірінші топтан және екінші тобына жатқызатын болсақ, қожалар жатқызған, яғни ислам дінінде. Өте жақсы, рахмет. Бексұлтан, бүгінгі ақсүйек деген өзінің жаңағы білетінін айтты, біздерге. Бексұлтан, келесі тағы. Халық. Қарапайым адамдар, және көбінесе осы халықтар бұрынғы заманмен алатын болсақ, халықтар көбінесе құл болған, және де көптеген заңдарда, іс-шараларда қатыспайды. Жақсы, отырамын. Халық деген жалпы ұғымын айтсақ болады, халық деп жалпы қандай ассоциация? Халық деген сөзді естіген кезде сіздерге қандай ассоциация пайда болады? Қарапайым адамдар. Халық деген қарапайым адамдар. Өте дұрыс. Мемлекеттің ішіндегі адамдар тобы. Ассоциация, сондай ассоциация. Солай ма? Өте дұрыс. Келесі. Енді тапсырма бойынша өзара байланыстырып, осы сөздерден сөйлем құрастырыңыздар. Бір-бірімен байланыстырып, қане осы сөздерден сөйлем құрастырыңыздар. Қоғам, әлеумет, қоғам екіге бөлінеді, олар ақсүйек және халық болып. Әлеуметтік жағынан. Сөйлем толықтайықшы. Әлеуметтік жағынан Қоғам ерекшеленген әлеуметтік топтамдары халық, ақсүйек және халық. Жақсы. Енді тағы да өте жақсы. Сөйлем өте дұрыс. Мына сөздер қамтылды сөйлемнің ішінде. Солай ма? Сөйлемнің ішінде осы сөздер кездестірді. Жақсы. Келесі. Енді келесі кезекте мына бейнематериалды қарап көрдіңіздер. Маған 5 әлеуметтік топты атаңыздар. Қане, кім? 5 әлеуметтік топты атайды. Абзал? ақсүйек, ақсақал, сұлтандар, қара халық. Жақсы, отырау. Тағы да? Жақсы, өте жақсы. Тағы да? Тағы қандай топтар? Абзал бізге сұлтандар туралы айтты. Бексұлтан? Билер, батырлар. Батырлар. Сосын еріксіз адамдар. Еріксіз адамдар. Сосын байлар өте жақсы. Міне, осы 5 әлеуметтік топты анықтады. Енді бүгінгі сонда біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы қалай болады деп болжайсыздар? Қандай тақырыпта болады деп болжайсыздар? Орнымыздан тұрып айтамыз. Орнымыздан тұрып айтамыз. Әлеуметтік топтар жақсы. Қолынан тағылай айтамыз. Өте дұрыс. Назерке? Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтарға жіктелу ерекшеліктері деп аталып бүгінгі тақырыбымыз. Жақсы, өте жақсы Назерке. Рахмет. Отыра қойыңыз.
келесі кезекте енді әлеуметтік қазақ, дәстүрлі қазақ қоғамында әлеуметтік топтар қалай бөлінген? Яғни әлеуметтік топтар екіге бөлінген дәстүрлі қазақ қоғамында. Ол ақсүйектер және халық, немесе қарасүйектер деп те атаған. Негізі ақсүйектерге төрелер мен қожалар жатқызылатын болған. Төрелер дегеніміз бұл тек қана Шыңғыс ханның ұрпақтары төрелер болатын болған. Және осы Шыңғыс ханның ұрпақтары төрелерден ғана сұлтандар сайланатын болған. Оларды айтатын болса, ақсүйектердің келесі тобы бұл қожалар. Қожалар ол Мұхаммед пайғамбардың ұрпақтары деп есептелген. Оларға да өміріне қол сұғуға тыйым салынған. Мінекей. Ал енді қарасүйектерді айтатын болсақ, келесі топ ақсүйектерден басқа екінші топ халық немесе қарасүйек дейді. Оған билер жатыр бар. Билер дегеніміз бұл көбіне қоғамда жаңағы дауларды шешетін, көптеген саяси, әлеуметтік мәселелерді шешіп отыратын болған билер. Солай ма? Билер бұл парсылық әмірлерге теңестірілген билердің жаңағы атқаратын міндеттері. Және билер олар хандарға да ақыл кеңес беріп отыратын болған билеушілерге. Сондықтан билердің қоғамда алатын орны өте ерекше болған, жоғары болған. Байлар дегеніміз бұл жаңағы дүние мүлкі көп, дүние мүлкімен есептелетін болған байлардың мәртебесі, қоғамдағы мәртебесі. Сол дүние мүлкінің есебіне қарай, санына қарай, олар қоғамда жаңағы мәртебеге ие болып отырған, беделге ие болып отырған. Ал батырлар дегеніміз, барлығыңыз өздеріңіз білесіздер, батырлар дегеніміз ол жаңағы жаугершілік заманда жауға шабатын әскери адамдар, солай ма? Сосын олар да жаңағы сұлтандардың, хандардың қасында болады, себебі олар жаңағы жауды жеңетін болса, осындай елдің намысын қорғап, осындай істерді атқарған кезде олардың халықтың ішінде қоғамдағы беделі өсетін болған. Батырлардың беделі олардың жаңағы атқарған ерліктеріне байланысты болған. Түсінікті ғой, келесі еріксіз адамдар, олар енді жаңағы көбіне басқа байлардың қолмен күңдер, қолдармен күңдер, дұрыс айтасыздар, өздерінің жаңағы иелерінің несі олар жаңағы меншігі болып есептелетін болған. Олардың қоғамда ешқандай құқығы сақталмаған, жеке бас құқықтары сақталмайтын болған. Байларға жұмыс, өздерінің қожайындарына жұмыс жасайтын болған. Мен сіздерге жаңағы қысқаша түсініктеме беріп кеттім. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз бойынша дәстүрлі қазақ қоғамы, этникалық құрылымы және әлеуметтік ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы бұл дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері деп мен айттым. Енді біздің осы сабақтағы оқу мақсаттарымыз келесідей болады. Қазақтардың әлеуметтік жіктелуіне тән ерекшеліктерін анықтау үшін ақсүйек, қарасүйек, хан, сұлтан, би, батыр ұғымдарын пайдаланды. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік институттардың функционалдық рөлін түсіндіру. Осы жерде мен сіздерге тағы да қосымша айтып кеткім келеді. Сұлтандар, ақсүйектер тобындағы сұлтандар туралы айтқан кезде, сұлтандар бұлар бүкіл сол кездегі қазақ хандығынан тыс жерлерде де олар сұлтан болып сайлануға құқықтары болған. Тек қана қазақ хандығының ішінде емес. Себебі олар жаңағы ұлттарға бөлінбеген, Шыңғыс ханның ұрпақтары болғандықтан ақсүйектер, яғни төрелер, олар ұлттарға бөлінбеген. Олар Бұхара хандығына барып, Хиуа хандығына барып та сұлтандар бола алатын
қоғамдағы әлеуметтік топтарды шектейміз бүгін және қоғамдағы қызметтерін талдаймыз. Жаңа мен сіздерге талдаулар жасап кеттім. Дәстүрлі қазақ қоғамы ақсүйектер және қарасүйектер деп екіге бөлінген. Ақсүйектерге Шыңғысханнан тараған ұрпақтар төрелер жатты. Төрелерде хандар мен сұлтандар тарады. Жасақ заңы Шыңғыс ұрпақтарының билігін мәңгілік ету және олардың артықшылығын сақтауды негізге алды. Хан қазақ қоғамындағы мемлекет басшысы. Қазақ хандары Шыңғысханның үлкен ұлы Жошыдан тарады. Хан мемлекеттік, әскери және азаматтық билікті иеленді. Ол мемлекетті басқарумен бірге әскердің бас қолбасшысы саналды. Сұлтандар ханнан кейінгі билікті иеленушілер, болыс басшылар. Сұлтандар ханның тірегі саналып, үлкен құрметке ие болды. Олардың арасынан хан сайланды. Сұлтандар жергілікті әкімшілік билікті атқарды. Сондай-ақ олар әскери биліктің де, сот билігінің де тізгінін ұстады. Қожалар ақсүйектердің екінші тобын құрады. Оларды асыл сүйектер деп те атады. Қожалар ислам дінін алғашқы таратушылардың ұрпақтары саналады. Мына тақырып бойынша сіздерге толық түсінік берілді. Сіздер телефондарыңызға жіберілген сұрақтарды ашасыздар. Сол сұрақтарды ашып, түсіндірме дайындайсыздар. Дәптерге жазбаша. Түсіндірме дайындағаннан кейін қазір соны оқимыз. Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы түсіндірме. Қане бастаймыз. Баста. Жарайды, жақсы. Қане кім оқып жібереді жаңағы сұрақтарға жауаптарын? Сұлтан, қай сұрақ? Хандар мен төрелердің құқықтары бірдей болды ма және Тәуке ханның халыққа қолданған іс-әрекеті. Тәуке хан басында тұрған кезде өзінің 7 жарғысын жариялады. Оның біріншісі кісілер мен көтеріліс жасап, бүлік шығарған адамдарды өлім жазасы күтті. Ал түрік мүддесін сатып, елге опасыздық еткен кісілер өлім жазасына мемлекет ішінде кісіні айыптау және ешқандай кінәсіз өлтіру, ол да өлім жазасына тартылды. Өзге әйелмен зинақорлық жасап, ақ некені бұзған адам өлім жазасына кесілді. Өрде тұрған сәйгүлікті ұрлаған кісі, ол да өлім жазасына кесіліп отырды. 6-шы жары төбелесте мергіту жағдайына қарай айып төленіп отырды. Ол мысалға адам төбелес кезінде көзін шығармаса, сол айыпты өтеу үшін айыпталушы өзінің қызын берген, немесе қызы жоқ болса, сол қыздың қалың малын төлеген. Ал 7-ші жарғысы ұрланған жылқы және өзге де құнды мүліктер үшін 10 есе үлкен айыппұл төленген. Жақсы, сонда Тәуке ханның бұл несінде берілген? Өзінің осы тармақтар. 7 жарғы қазақ халқына арналған 7 жарғысында берілген. Хандықты басқарудағы 7 жарғы заңдар жинағында берілген екен. Солай ма? Ал біз жаңағы сұлтандар туралы айтқан кезде бүгін не дедік? Олар деген Ақсүйектер туралы айтқан кезде олар Шыңғысханның ұрпақтары және сұлтандар ерекше немен құқықтармен ерекшеленген. Өте жақсы, өте дұрыс. Отырамын. Так, келесі сұрақ. Назерке қай сұраққа жауап жаздыңыз? 3-ші сұраққа. Қоғамдағы қажеттілігінде неге қоғамда әлеуметтік топ қарасүйек деп аталады? Біріншісі, батырлардың беделі мен билігі тек олардың жеке қасиеттеріне, шайқастағы ерлігіне, күшіне, ептілігіне, өзінің шынайылығына байланысты. Ал екіншісі, қарасүйектер мүліктің және жеке байланыстың құқығы бар ерікті тұлғалар. Қазақ қоғамында қарасүйектер өз ішінде шаруалар, билер, құлықтардар тәрізді әлеуметтік жіктерге бөлінген. Сондықтан қарасүйектер деп аталады. Жақсы, енді мен тағы бір жайт есімізге түсіп кетейік, мен сіздерге айтқаным бойынша.
қара сүйектер батырлар қара сүйектерге жатқызылған деді. Солай ма? Яғни неге олар қоғамдағы қара сүйек деп аталған? Неге деді? Айттық қой бұл. Қара сүйектерге неге жергілікті халық жатқызылды. Ал батырлар кімдерден шықты? Халықтар деген халықтан сол халықтан шыққан үшін. Сол жергілікті халықтың арасынан шықты батырлар. Сол өзінің жаңағы мемлекетін қорғау үшін шықты. Өте дұрыс айтасыз. Рахмет Назерке. Келесі тақырып. Қазақ хандығының қоғамның ақ сүйектер мен қара сүйектің жіктелуі тұратын айқын көрсете аламыз. Қоғамдағы әлеуметтік топ дәстүрлі бойынша қай халыққа үстемдік етуші таңдауы әлеуметтердің өкілдері ақсүйек сапалдаған. Жақсы, рахмет. Отыра қалыңыз. Өте жақсы. Келесі азамат қашқан? Төртінші сұрақ. Төлеңгіт пен құлдардың қандай ортақ сөздер біріктіруге болады? Неге? Төлеңгіт пен құл дегеніміз екеуі де бір шаруаны істейді, екеуінің құқысы жоқ. Бірақ төлеңгіт хан сұлтан ақсүйектерге қызмет етеді, солардың шаруасын істейді. Ал құлдар болса бай сатып алған адамның шаруасын істейді. Солардың үй тірлігін істеп мал бағады. Яғни бұл дегеніміз ол не болды? Олар байларға жұмыс істеген Қожайын сатып алған қожайынның жеке шаруасын меншігі. Жеке меншігі. Түсінікті ғой, иә? Жеке меншігі, яғни оның өзінің құқықтары жоқ. Өте жақсы. Отыра қойыңыз. Азамат, рахмет. Енді келесі тапсырмамыз осы әлеуметтік қоғамдағы әлеуметтік топтарға байланысты тұлғалардың образдарына кіру, яғни образдарын сомдау, рөлдік ойын ойнау. Соған байланысты қане азамат кімнің рөлін сомдаймыз? Мен ханның образын сомдаймын. Жақсы. Уа халқым, елімізге күн туыпты. Осындай қиын қыстау заманда бәріміз бірігіп, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, жауға төтеп берейік. Жақсы, өте жақсы. Яғни азамат халықты бірлікке, жауға қарсы жаңағы біріктіріп, халқын біріктіріп тұрған ханның образын сомдап отырсың. Солай ма? Жақсы, өте жақсы. Рахмет. Келесі Рамазан. Мен батырдың образын сомдаймын. Батырдың образын сомдаңыз. Жарайды. Қане? Бауырларымыз, елімізге, жерімізге күн туды. Бәріміз бір жұдырықтай жұмылып, жауға қарсы төтеп берейік. Жақсы, өте жақсы. Рахмет. Ханның рөлін азаматпен Рамазан сомдады біздерге. Өте жақсы. Рахмет. Осымен аяқталуда балалар. Енді бүгінгі өзара бағалау жүргізіп жіберейік. Бүгінгі сабағымызда өзара бағалау. Солай ма? Енді мен не білдім деген сұраққа жауап айтып жіберсеңіздер. Мен не білдім. Бүгінгі сабақта мен не білдім. Қолдарымызды көтеріп айтып жібереміз. Рамазан. Мен бұл саласында батырлардың, хандардың қандай қызметін атқаратынын білдім. Олар кімдер, олардың халық үшін істеп жатқан істері. Жақсы, рахмет. Жақсы, азамат. Бүгінгі сабақта ақсүйектер мен қара сүйектерді білдім. Яғни әлеуметтік қазақ хандығы тұсында қоғам осындай әлеуметтік топтарға бөлінетіндігін жете түсіндім. Солай ма? Сөйлеммен дұрыстап, жақсылап айтайық, балалар, дұрыс сөйлеммен. Азамат, рахмет. Келесі қосары. Мен сол Ұлыбритания қазіргі хандар мысалы корольдарын сайлап отырған королеваларды сайлап отырған оларда президентке аталмайды. Соны білдім бүгінгі сабақта. Өте жақсы. Мінекей келесі Назерке. Мен қазіргі қоғамда әлеуметтік топ қара сүйектерге бөлінеді. Қазіргі қоғамда? Қазіргі қоғамда? Қазақ хандығы. Қазақ хандығы. Яғни Қазақ хандығы тұсында. иә. Қазіргі мен шатастырмаймыз. Рахмет.
жақсы жауап берді. Так, Даяна, бұл не білдік? Қоғам ерекшелігінде Қоғам ерекшеліктері туралы. Қоғам ерекшеліктері, қоғамдағы топтар туралы білдік. Өте жақсы. Так, енді мен не білгім келеді? Қане, осы сұраққа жауап беріңізші әрқайсыңыз. Мен не білгім келеді? Мысалы, кім ары қарай тағы не білгісі келеді? Не туралы білгісі келеді? Алған білімін әрі қарай қалай жалғастырғысы келеді? Қане, Бексұлтан, не білгіңіз келеді? Мен білгім келетін дәл жаңа Ұлыбританияда корольдік немен заңдармен кейбір елдерде басқарама, ол жақта да король мен королева сайланады. Ол жақта. Басқа елдерде де король мен королева сайланамыз мұнда. Басқа елдерде? Ұлыбритания сияқты. Ұлыбританиядан басқа қай мемлекеттерде сондай басқа корольдік басқару жүйесі бар екендігін білгім келеді. Ойыңызды толық жеткізе білейік. Рахмет, жақсы Бексұлтан. Айтты бізге тағы не? Максим не білгісі келеді? Максим не туралы білгім келеді? Айталық. Айталық. Не білгім келеді? Мен Қазақстан мен Ұлыбританияның заңдарымен айырмашылықтарын Өте жақсы. Мінекей Қазақстан мен Ұлыбританияның қазір Қазақстанда заңдар арасында айырмашылықтар білгім келеді. Өте жақсы. Келесі қосар. Қазақстан мен Ұлыбританияның қай кезде болсақ, қарым-қатынас жүргізіп Қарым-қатынас жүргізіп. Жақсы, өте жақсы. Біз енді дамыған мемлекеттердің ішінде Ұлыбританияны алып едік, соның қанымен жаңағы соңғы тапсырмамыз біздің сондай болатын болған. Сіздерді мына Ұлыбритания елі қызықтырған екен. Соны мен байқадым. Солай ма балалар? Ұлыбритания елі сіздерді бүгінгі сабақта қызықтырған екен. Енді осымен сабағымызды аяқтаймыз. Жаңағы берілген тапсырмаларды үйге аласыздар. Келесі сабақта дайындалып келесіздер. Жақсы атсалысып қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.